Сәлеметсіздер. Кіріс шығыс есептеу бағдарламасы туралы күрсімізді жалғастырамыз. Біз алдыңғы сабағымызда кіріс қосуды айтқан болатынбыз. Қарыз, мысалы ержандағы қарызды алып, соны біз кіріс ретінде өзіміздің деректер базасына қостық. Енді бұл сабағымызда біз өзгерту және жою туралы. Яғни ержан бізге 22 емес, негізі 50 берген болса, біз өзгертуіміз керек. Енді оны осылай да өзгерте салуға болады. Бірақ олай өзгертсек, онда бұлай қосуға тура келеді. Осылай қосатын етуге тура келеді. Ал бұның кемшілігі, кейін мына ішіндегі деректер көбейген кезде бұл қолдануға қолайсыз, сондықтан біз мынаны бөлек алып отырмыз. Ал өзгертуде де біз бұлай жасамаймыз. Біз бұның осы функциясын жауып тастайық. Онда кіреміз. Мына жерде edit mode дегенде ең астыңғысын таңдасақ болды. Енді бір көріп жіберейік. Міне қарыз, сосын ескерту, ержан дейді, міне қосу. Бұл қосылды деген сөз. Енді үстін бассақ өзгермейді. Мына жаққа да қосылмайды. Енді өзгерту мен жоюды жасалық. Ол үшін біз осы data create таңдағаннан кейін астындағы мына edit columns деген таңдаймыз. Яғни мына тік қатардағы өзгерту деген. Соның ішінде өзгертуге баралық. Осы өзгертуге біз тіке сурет қоя салсақ болғаны. Ішіне сурет қоя саламыз. Ол үшін біз бірінші кезекте мына column type дегенді өзгертуіміз керек. Column type'ты біз міне image дегенге өзгертеміз. Create view image column. Сосын екіншісі де ұқсас. Create view image column. Осылай өзгертуіміз керек. Сосын барып біз бұған сурет қосуымыз керек, мына жерге image дегенге. Бірақ бізде қазір сурет жоқ. Суретті алып келейік. Ол үшін мынаны иә деп тұралық та. Мен екі кішкене сурет түсіріп дайындап қойған. Бұның үлкен кішілігі 24 px. Біз енді бұны көшіріп алалық. Edit, delete деген екі сурет. Енді бұны қосу үшін біз мына жерде resource деген ішінде кіріп, осы жерге paste деп қоя салсақ болды. Міне осының ішіне қамтылып кетеді. Енді барып біз мынаны бір рет қайта build қылақ, одан кейін барып бұны ашпаймыз. Одан кейін барып біз мына жерде жаңағы data create view'ға қайтадан edit columns деп барып, мына жерде өзгерту дегенде мына image'дің edit деген суретті таңдаймыз. Мына екіншісіне image delete деген суретті таңдаймыз. Содан кейін тағы да бір нәрсені өзгертуіміз керек. Біз мына жерде auto size дегенге біз all cells деп таңдауымыз керек. Біз мына селдің, яғни осы катекшенің ең үлкендігі бойынша ал деген сөз. All cells. Яғни мына жазу қаншалықты ұзын, соншалықты үлкен болсын деген. Осылай алсақ әдемірек болады. Енді барып бір көріп жүрейік, не болды екен. Ішінде дерек жоқ кезде бұда да еш нәрсе жоқ болады. Біз ішінде дерек қосайық, мысалы қарыз, үстіндегі ақша қалай қосылды. Міне екі батырмамыз келді. Біз және де қосатын болсақ, бұл және де көбейіп отырады. Осылай ме. Енді барып біз не істейміз дегенде, осы басылған кезде біз өзгерту алып барымыз керек. Онда қалай істейміз? Біз осы data create view тағы да таңдаймыз. Data create view таңдағаннан кейін, біз мына жерде нажағайдың белгісі, бұл
уақиғалар деп айтқанбыз. Осыны таңдаймыз. Таңдағаннан кейін sell клик деген. Sell деген кәтекше, осы кәтекшелер басылған кезде деген. Біз осыны екі таңдасақ, бізге осындай әдіс қосып береді. Бұл әдісті, яғни уақиғаның әдісі. Жаңағы кәтекшелер басылған кезде осыны атқарады деген сөз. Енді біз егер i-дің ішіндегі row индекс -1-ға тең болмаса, яғни бұл біз қосқан деректер болса деген сөз. Мына -1 болса, ешқандай дерек жоқ. Жаңа өзінің қосып қойған кәтекшесі болса, және де енді i-дің ішіндегі колом индексті алайық. Колом индекс тең қанша? Мынау 0, 1, 2, 3, 4. 4 болса. 4-ке болса, бұл edit деген кәтекше басылды деген сөз. Біз бұлай алдық. Кез келген кәтекше басылған кезде деп алдық. Соның ішінде жаңағы біз өзіміз қосқан кәтекшелердің row индексі 0-ден үлкен болады. Сосын колом индекс деген мынау бұлай тік қатардағы рет нөмірі 0-ден басталады. Сол басылған кезде, сол кәтекше басылғанда дедік. Сосын барып біз мына жерде көрейік. Message box show edit қосылған қаншасыншы жол edit болды екенін көрейік. Осылай жазсақ болған. Енді барып жазып көрейік. Мына жерде міне ең үстін бассақ шығады. 0-ші жол деп тұр. Программада білесіздер, барлық сандар 0-ден басталады. Сосын мына жерде тағы да ұқсас. Екіншісін бассақ, мына екінші жол edit row 1 деп тұр. Мына 0 деп тұр. Бірақ бізге мынау сәнін кетіріп тұр, яғни арт жағы таңдалып алғаны. Оның көзін жоқ қылу үшін біз this сосын w кірістер деген осы, яғни Data-Create View-дің Clear Selection деп өзінің әдісі бар. Соны шақыруымыз керек. Сонда жоғалады. Мынау, ол мынау жалпы. Мына Data-Create View-дің ID-і, name-і, яғни біз сол арқылы жоқ қылып отырмыз. Енді барып көрейік міне. Жиырма екі қарыс жандайк бастық міне. Жаңағы таңдалған жоғалып кетеді. Енді ол жоғалды. Енді барып не істейміз дегенде, біз осыны басқан кезде біз осы жолдағы мазмұндарды бір жерде көрсетуіміз керек. Және де өзгертуге мүмкіндік беруіміз керек. Біз мынаны басқанда мынарада көрсетіп, мына қосу дегенді өзгерту деген батырмаға өзгертсек те болады. Немесе жаңадан бір терезеше ашып, соның ішінде өзгерту алып барсақ та болады. Енді біз бұл курсудегі басты мақсатымыз үйрену болған себепті мен сіздерге жаңа түрін көрсетейін. Мынада көрсете салудың қиындығы жоқ. Мына ішіндегі мазмұндарды көрсетесіз. Мына жерде батырманың атын өзгертесіз. Өзгерту деп осыны басқаннан кейін қайтадан осының ішіндегі мазмұнды мынаған өзгертесіз. Бұның ешқандай қиындығы жоқ. Біз енді жаңадан бір терезеше қосып сол арқылы өзгертуді үйретейік. Бірінші жаңадан терезеше қосу үшін осы прожекттің үстіне апарып, мына жерде add дейді, жаңадан қосу, соның ішінде міне форум деген басамыз. Жаңадан форум қосу, сосын міне форум, бұның атын қоялық. Кіріс форум деп жаза салдық. Мына екі дегенді алып тастадық.
кірістерді өзгертетін форм болған соң кіріс форм деп алдық. Окей дедік. Міне қосылды. Енді барып біз мына жерде мынаның ішінде жаңағы view code деп біз мына батырма басылғанда біз мына message box шығармақ. Біз тіке кіріс форм new кіріс форм десек, жаңағы терезешелікті біреу шақырып алдық деген сөз. Формнан кейін show десек, бұл кәдімгі терезешелік болып ашылады. Бұны да бір көрсетіп жіберейін. Өйткені бұдан маңызды мазмұн. Енді біреу қосалық бұл жерде. 22 қарыс ержан. Міне ашылды. Бірақ бұл ашылған соң мынау тағы да басыла береді. Бұл енді дұрыс емес. Мынау және де бар міне. Сондықтан біз мына жерде show дегенде show диалог деген таңдайық міне. Show диалог десек, жаңағындай жағдайдың алдын алуға болады. Show диалог. Тек қана біреу ашылады. Енді көрейік мына жерде. Міне. Ал артындасын таңдай алмайсыз. Алдымен осы шыққан терезешеліктегі жұмысты аяқтауымыз керек. Енді осылай болғаннан кейін біз енді мынаның ішіне мына мазмұнды апаруымыз керек. Мына кіріс формның ішіне, онда мынаны ең сыртқы панелмен бірге көшіріп алып келсек болған. Осыны таңдағаннан кейін Ctrl-C көшіріп аламыз. Сосын кіріс формға жапсырамыз. Енді барып мынаны сәл кішірейте салайық. Енді мынаның егер ені мынадан үлкен болып кетсе, әдемі болмай қалады. Сондықтан біз мынаның енін бір көбірек 816 дейді. Мынаны қанша? 816, 700. Мынау менен қарайлас болу керек. 816 болса, онда біз 800 деп қояқ. Үлкен болып кетпесе болды мынадан. Мына үлкен болып кетпесе болды. Енді бұлай болғанда мына жерге сыймай қалды. Біз оны мына жерде edit rows and columns дегеннің ішінен мынаған 7 емес 8 деген беріп 8%, мынаған 32 дейсақ болды. Енді сияды. Енді барып, мыналар жоқ қылып жеріміз керек. Бізге мына кішірейтетін батырмалар болмау керек. Біз осыны таңдап, осының ішінен кішірейтетін box false, maximus box бұнда false десек, бұл екеу жоғалып кетеді. Енді мынау көріп міне. Міне. Біз барып мына жерге дей салақ, міне бассақ, бұл ашылады. Бұл енді дегенмен әдемірек болды. Енді бұны ортада ашу үшін қалай істейміз дегенде, біз мына формның жаңағы ашылатын орнын start position дегенде center parent дейді. Бұның сыртындағы, яғни әкесінің ортасына келсін дейік. Яғни мына формның ішінде болсын деп отырмыз. Өйткені біз осының ішінде осыны шақырып отырған себепті осының ортасында көрінген дұрыс деп ойлаймын. Ал осылай болғаннан кейін біз мына батырманы өзгертуіміз керек. Өзгерту деп. Өзгерту деп өзгертіп, мына жерде өзгерту.
осы батырманың атын өзгөртүү деп өзгөрттүк. Сосын bunun name'ini өзгөртө салык. btn косуу эмес, bunun аты btn өзгөртүү болсун işte. Өзгөртүү. Сосын мына forumның атын өзгөртө салсак болот мына жерде. Edit forum дегенде текст міне. Кіріс form емес, өзгөртүү дей салдық. Енді бұның бәрі өзгөріп болды. Бірақ біз мына терезе шелектің ішінде бұны қайдан білеміз? Бізге ең күрделі соқсы болуы мүмкін, бірақ бұрынғы мазмұндармен біріктірсек, бұл өте оңай. Яғни біз осылай жаздық. Енді мынадан өзгөртуді басқанда бұл ғой шықты енді. Бірақ біз мына ішіне мына мазмұнды қалай әкелеміз? Өйткені екеуі екі терезе шелек. Онда қалай істейміз дегенде, біз осыны құру барысында жаңа мынаны center position деген қайта көрейік. Start position. Мына өзгермей қалыпты. Start position'ды біз center parent деуіміз керек. Осы кіріс формда. Енді мынаған баралық. View code. Біз мына жерде new'лы қылу барысында біз қайсы жол екен жіберіп беруіміз керек. Яғни біз мына жерде this кірістер дегеннің ішінде rows деген жалпы жолдардың ішінде біз қайсы жол болса соны осыған жіберіп беруіміз керек. New'лы қылған кезде. Енді бұның қарасақ, бұл data create view row collection деп тұр. Онда бұның негізгі форматы data create view row болады. Мына row'дың. Сондықтан біз мынаған барайық. Сырттан не келеді деген кезде мынаның constructor біз бұрын айтқанбыз. Constructor деп. Яғни осы ең алғаш құрылу барысында бірінші атқарылатын функциясы. Онда осы жерде біз data create row view row деген. Сосын сырттан қайсы жол екенін көруіміз керек. Row деп келу керек. Енді барып біз мынаның ішінде де алымыз керек. Private row деп. Сосын бұл осы конструктор атқарылғанда бірінші біз мынаған өзгертіп алалық. Бұл сырттан келу барысы. Параметр болып мынау келді. Өзгерген жолды біз параметр ретінде біз мынаған бері алдық деген сөз. Енді не істейміз дегенде, келгеннен кейін біз мына ішіндегін толтыруымыз керек. Яғни мына мазмұн толтыруымыз керек. Онда біз қай жерде толтырамыз дегенде мына жағайдың белгісін және де басамыз. Осы load болған кезде. Сол load болған кезде біз осыларды толтыруымыз керек. Load міне. Болды. Енді не істейміз дегенде біріншісі біз this кірістер txt tb екен ғой. tb ақша дегенге мына row'дың columns sales дегенде 0 сосын value to string. Біз осылай аламыз. Енді бұл жерде бір мәселе бар. Мынаның тексті. Бұл жерде бір мәселе біз түсінбеуіміз мүмкін, сондықтан біз мынаған барып көрсек болды. Яғни біз осының керісін жазып шығамыз. Мына алайық. Осы форум ашылып болғаннан кейін мынаның ішін толтырады. Екіншісі қарайық. Ақша 0 болып тұр. Одан түрі жалпы 3. 2 3. Сосын tb түрі. Бұл жерде 1. Содан кейін ескерту. tb
ескерту. Бұл ескерту деген 3 екен міне. Қалған уақыт деген 2, оны біз қазір қоспаймыз. Енді барып бір көріп жүрейік. Бірінші 22 Қарыс Мұрат міне бастық міне. Енді осының ішінде мазмұндар келді. Ендігі соңай осыны өзгерткеннен кейін мына өзгертуді бассақ болғаны. Онда қалай істейміз дегенде өте оңай. Біз қайтадан келеміз. Біз баяғыда мына қосуды жазғандағын алып келе салақ. Негізінен ұқсас. Алып келдік. Кіріс формына өзгерту дегенге үстіне 2 бассақ болғаны. Осының клик уақиғасы. Өзгерту басылған кезде біз не істейміз? TB ақша деген текстін аламыз, мынаны аламыз. Сосын бізге уақыттың қазірге қажет жоқ. Ақша жазылмаса ақшаны жаз дейміз. Сосын міне түрі жазылмаса түрін жаз дейміз. Содан кейін біз жаңадан қоспаймыз. Мына жерде new row индекс емес. Бізде қайсы row бар екені белгілі. Қайсы rowды өзгертетіміз белгілі. Сондықтан алтты басып тұрып былай барлығын таңдап өзгерте саламыз. Мына жерде уақыт жоқ, уақытты алып тастаймыз. Мына үшеуінің қажет жоқ. Сосын осы өзгерту аяқталғаннан кейін осы терезе шегіп жауа салуымыз керек. Яғни this close деп өшіре салсақ болған. Сонымен өзгерту болды деген сөз. Бір көріп жүрейік. 222 Қарыс Мұрат міне қосу. Енді өзгерту міне. Мұрат емес екен, Ержаннан алыппын ғой деп өзгерту дедік, міне өзгерді. Мына 200 емес, 300 екен ғой дейік міне. Өзгерді. Осылай өзгертуді жасай салдық. Ал енді өшіру. Бұл да оңай. Оны қалай істейміз дегенде қайтадан баралық. Мына терезешеге келдік. Сосын view code. Қайда дегенде мына жерде біз жаңа 4 болғандағысын жаздық. Енді біз мына жерге егерде дейік. Егерде мынаны көшіріп алақ. Негізінен ұқсас, мына -1 болмаса, мынау 5 болса. Тік қатардағы рет саны 5 болса, онда біз өшіруге келдік деген сөз. Өшіруге келсек, онда бірінші clear selection дейік. Екінші бізге өшіру үшін тіке this кірістер rows қайсы row. Сосын мынаның ішінде rows дегеннен кейін осы жалпы жолдар санын тауып алдық. Содан кейін бар біз remove add дегенде қайсы жолды өшіреміз. Сосын мына жерде соны жасасақ болғаны. Мына жерде 222 түрі дей салалық. Содан кейін өшіріп кетті. Бірақ бұлай өшіре салсақ, қайтада қалпына келмейді. Әдеттегі жағдайда негізі өшіру барысында бір рет сұрау керек. Шынымен өшіресің ба деп. Бұл өзгертуге қараған кезде маңыздырақ. Өшіп кеткен мазмұн қайта қалпына келмейді. Сондықтан біз қалай істейміз дегенде мына жерде біз көрік. Біріншісі біз message box сосын show деп жазғаннан кейін біз сенімдісіз бе деп немесе былай жазалық. Шынымен жоясыз ба? Дейік. Сосын барып мына жерге жою деп жазасақ. Үшінші параметрлі бұл жерде көрік міне. Мынау message box button. Сосын yes no. OK cancel.
біз OK cancel деген таңдайық. Сосын бұл жоясыз ба деп шығады. Сосын OK десеңіз жояды, болмаса жоймайды. Бірақ бұның бізге бір мән қайтарады бұл жерде. Dialog result деп біз қабылдап алуымыз керек. Яғни осы терезе есігі шыққаннан кейін бізге бір мән қайтарады. Содан кейін біз егер result сосын dialog result егер OK болса, онда барып өшсек болады. Яғни бір рет болса да сұрауымыз керек. Шынымен жоясыз ба? Сосын барып біз көрейік мынаны. Қостық, жойды бассақ, сұрап жатыр бізден. Шынымен жоясыз ба дейді. Мына жердегі жаңағы тақырып отыр. Я дейік, окей, немесе болдырмау. Окей десеңіз, жойып жібереді. Және де бір көрейік. Енді осы жою батырмасында осы сұрау маңызды. Өйткені бұл байқамай осыны басып кетсеңіз, өшіп кететін болса, бұл дерек деген нәрсе баға жетпес асыл болады. Әдетте байқамай өшіріп алудың зардабы өте ауыр, сондықтан осылай сұраған дұрыс. Қашанда жан-жақтылы ойласып жүру керек. Мына жердегі мәтінді де өзгертуге болады. Оны өздеріңіз зерттеп көріңіздер. Мына жерде мынаны ескерту деп жазғанымыз дұрыс екен негізі. Ескерту. Сосын мынау OK cancel тенгор yes no дегенді қояйық. Yes no. Сосын бар мына жерде yes. Осылай жазсақ түсініктірек болатын секілді. Ескерту шынымен жоясыз ба? Иә, жоқ. Иә десеңіз өшіп кетеді.